Ауызға салса еритін мамықтай жұмсақ болып шығатын өте қарапайым рецептпен жасалынатын булочка жасап көреміз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Жылы сүтке 2-3 қасық ұнымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ашытқы салып, тағы да 3-4 қасық ұнымызды салып, осындай қоймалжың масса болғанша жақсылап араластырып, бетін пакеткен жауып қоямыз. Апара көтерілу керек. Оған дейін бөлек ыдысымызға 2 дана жұмыртқа, үстінен қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен ертілген сары майды құйып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. 10 минуттың шамасында біздің массамыз кішкене көтеріліп, ашуға әдемі болып дайын болып тұрады. Сол массаның үстінен жұмыртқалы массамызды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып, үстінен қалған ұнды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл осылай жасасаңыздар, булочкаларыңыз жұмсақ, өте керемет болып көтерілетін болады. Қамырды ашытып, бетін жауып қалдырып қоямыз. Қамырымыз өте керемет болып ашып шығады. Дәл осы қамырды 20 бөлікке бөлеміз. Дәл осы құрам бойынша, яғни бізде 20 дана булочка шығады. Кішкене ғана үстінен басып, ішіне варенка салсаңыздар да болады, салмай пісіруге де болады, қалауыңыз бойынша. Дәл осылай ішіне варенка салып, дөңгелетіп, барлығын формаға саламыз. Бетін жауып, тағы 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Тағы да біздің булочкамыз көтеріліп шығады. Үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз, және де оның сармай қант үшеуін араластырып, осындай сеппе дайындайтын боламыз. Булочканың үстіне барлығын кішкене осылай сеуіп шығамыз да 180 градуста қызарғанша пісіріп шығасыздар. Өте керемет болып шығады. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Балаларыңыз да өздеріңізде сүйсініп жейтін боласыздар. Видео пайдалы болса, лайк басып сақтап алуды ұмытпаңыздар. Парақшамнан көптеген пайдалы рецептерді таба аласыздар.